Жүдә жайып, енді әрқашанда қол мәдениеті жоғары дәрежеде бағаланады. Науқан құрт бағу, оны жетістіруде бұл қол мәдениеті болып есептелінеді. Демек, темадан ұзақласпаймыз. Піллешілік тарауы хақында жастардың бүгінгі күнде осы тараудағы алып барылып отырған жұмыслары хақында дайырланған бізде ажайып сюжет бар. Соны қазір тамашалап алсақ та, соң сәубетімізді және низатқа этибар беру керек деген кезде біздерде қазіргі актуал мәселелердің бірі түптерегі азығын жетістіру, hamda азық жетіспейді көбінесе. Сол азығын жетістіруге этибар берсек, азығы бар болса, онымен har qanday адам, яғни қанеге болмаса да шұғылдануға мүмкін болады. Әсіресе аял қызларымыз көпшілік сол жұмыспен шұғылданса болады. Түттерегінде сорт болып айтылады, ал біздерде хайуанларда болса парода болып айтылады. Біздерде бүгінгі күнде бағылып отырған пародалар, яғни ипакчы 1, ипакчы 2, Өзбекстан 5, одан кейін өзіміздің институттың атына қойылған пародаларым бар, Ташмау деген пародалар бар мысалы. Одан кейін көбінесе шеттен кеп тұрған Япон, Қытай дурагайлары бар, hamda Қытай дурагай деген пародалар бағыватпыз. Түттерегінің сортларына келетін болсақ, бүгінгі күнде біздерде көпшілік түттерегінің сортлары Япониядан, Қытайдан алып келінген дурагай сортлар болып есептелінеді. Hamda өзіміздің тәжірибемізден кеп шыққан халда бүгінгі күнде сол Тахаташ, Амудария, hamda Төрткүл районларында экскурсия қылып айланған кезімізде жар арық 5, hamda Саниш 33 түттеректерінің көплеп тарқалғанын куәсі бар. Пакистан шариғатында бүгінгі күнде әмелге асырып жатқан жұмыстарға тоқталатын болсақ, қазіргі күнде көплеп докторантлар бар. Олардың ilmi жұмыстарын көрсек болады, қайсы дәрежеде. Мысалы, өзімнің ilmi жұмысымда да сол жіпек құртынан қанша дәрежеде көп пілле алуға болады. Әйне соған бағдарланған ilmi жұмыс. Яғни темамның актуаллығы сода. Яғни қайсы түттеректерменен баққан кезімізде қанша дәрежеде көп пілле алуға болады деген сұраудың жауабы сол тауға болады, сол тема арқалы. Hamda сол жар арық 5 дегенменен баққан кезімізде, түттерегінің сортымен баққан кезімізде, өзімізде жергілікті дурагайларға қарағанда 8-9 килограмм көп пілле алуға еріскенбіз. Бұдан басқа да ұстазым Абдулима Гүлбақар апаны темасын мысал етіп келтіріп кетсек болады. Ол экологик ауыр шариатта сол жіпек құртының пародаларын баққан, hamda Қарақалпақстан шариатына икемдестірген. Одан басқа Сарбиназ Өсербаева кеше жақында ғана оның темасы реципрок дурагайларды Қарақалпақстан шариатында бағу. Сол тема бойынша жұмыс алып барды. Университетте пілле бағу маусымы өткіздік, яғни алдыңғы жылам, осы жылам пілле құртын бағып, студенттерге әмелият сипатында көрсеткенбіз. Hamda біздер алған піллемізді 5 грамм пілле бағу арқалы біздер 16 килограмм пілле алып, оны 40 мың сомнан пұлладық. Hamda оны экскурсия сипатында студенттерді бір жағынан қызықтыру болды, hamda пілле бағуды үйренді. Алынған пұлға шылпыққа экскурсияға барып, тағы да студенттерменен әмели hamda мәдени демалып қайттық. 5 грамм пілле баққан кезімізде, көріңізге болады, пілле сортланған, мінекей, сортлап, бұны жақсылап қушағын өлтіріп, көбелек тесіп кетпейтін дәрежеге алып кеп қойғанбыз, мінекей. Жұмақластырып айтатын болсақ, піллешілік тарауынан бүгінгі күнде фермерлеріміз 20%-ін дараматын піллешіліктен алады. Оларға беретін ұлыма ұсыныстарымыз жіпек құртын баққан кезде теректің сортлы терек екеніне этибар беріп, hamda оның бағу агротехникасына көплеп этибар қаратса, мақсатқа муафиқ болар еді. Тарауы бұл мемлекетімізде экономикасы үшін де жүдә пайдалы болған тараулардың бірі болып есептелінеді. Ауыл қожалығындағы ең ахметті тараулардың бірі деп айтып өтсек болады. Мысалға, піллешілік тарауында ешқандай шығын шықпайтұғын тарау есептелінеді. Яғни, әттекі пілледен алынған қошақ болады, ол қошақта да біз балықшылық санатында балық үшін сапалы белокқа бай болған жем сипатында пайдалансақ болады. Мен өзім балалығымнан ауылық жерде өстім. Сол себеплі пілле бағу процесін мен өзім көзімменен әмелиятта үйреніп шықтым. Мен өзім Кегейлі районында тұраман, һәм сол районға барған уақытымда үйдегі ата-анам пілле жетістіріп жатқан уақытта соны қызықсынып көремен, һәм оларға сол пілле құртын бағудағы тикарғы жүз беретін кемшіліктер туралы айтаман. Бұндан басқа да ilmi мәслихатлерді беріп, сол пілле құртын және де жақсы өнімдер қылып тәрбиелауда, жетістіруде көмектесемін. Ал бұл оқуымызда біз сол пілле бағу процесінде, яғни пілле бағудың агротехникасы, ондан басқа да
оларды сортқа ажырату, яғни піллерді сортқа ажырату, құртларды кіші жасында, үлкен жасында қандай агротехникалық қағидаларменен бағу керектілігін ілми жақтан үйреніп, сол бойынша әмели жұмысларды әмелге асырдық. Мысалы үшін бізде Тахеташ районы Найман деген жерінде пілле бағатығын қожалық бар екен. Сол қожалықта біз пілле құртын жанландыру процесінен басылап, оны бағу, азықландыру процестерінде әммесін әмелге асырдық. Ол жерде 10 құты пілле жетістіріледі екен. Құртты жанландырып, пілле бағу процесі әмелге асырылып атыр. Біз оны азықландыру процесінде, оның бағу агротехникалық қағидаларына әмел еткен халда бағу процестерінде де әмелге асырдық. Кей жақында сол жетіліскен, таяр болған піллелерді теру процесінде әмелге асырып қайттық. Теориялық ілімлерімізді әмелет жәрдемінде бекемлеуге және де рауажландыруға мессар болдық. Пілле құртының породаларының бізге белгілі Япон, Қытай, Дурагай породалары. Бұл породаны бағудан тек арғы мақсат санаат үшін шикі өнім, яғни піллені жетістіру. Бұдан басқа дүния базарында қазіргі уақытта шіңішке талшықлы піллеге болған ықтияр жүда жоғары болғалығы үшін осы породаны бағу мақсатке мауыпық болады. Бұл тарауды үйрену арқалы біз жас кадрлар келешекте сол пілле құртын бағуда әмел ететұғын қағидалар, сол сияқты керекті болған агротехникалық қағидаларды біз үйреніп, келешекте сол пілле құртын бағып атырған қожалықлардың, яғни фермер қожалықларына, яки болмасам, ауылық жерлерде бағылатығын тұрғалыларға мәслихатлер беруіміз мүмкін.